Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгін өмір сабақтары мен неге лайықтымын деген тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Негізі алып қарайтын болсақ, әскерилерге шен беріп жатады, лейтенант дейді, полковник, подполковник немесе генерал деген сияқты атақтарын беріп жатады. Ол нелерге лайықты болады, соған лайықты шенін береді, әскерлерге. Сол сияқты Алла тағала да адам баласына өзіне лайықтысын береді дейді бұл өмірде. Алып қарайық. Негізі кей кезде тұрмысқа шыққанда қыздар ойлайды, мен өте әдемімін, мен бұған лайықты емес едім, бірақ та маған осындай күйеу пайда болды өміріме деген сияқты, А негізі Алла тағала еш нәрсені әділетсіз жасамайды. Сондықтан да, егер де сіздің жолдасыңыз өзіңізге лайықты емес деп ойласаңыз, сіз соған лайықты болуға өзіңіз қандай да бір күш жігеріңізді жұмсап көріңіз. Негізі жақсы әйел жаман еркекті төрге шығарады деп қазақ айтады, Елдің жаман дегенін сіз мықты азамат етіп өзіңіз тәрбиелеңіз, керемет қылыңыз, сол кезде елдің бәрі айтатын болады, қандай керемет жұп, мынауның азаматы, бұл келіншектің азаматы, қандай бетке ұстарлық азаматтардың бірі деген сияқты, Сондықтан да қазақ халқы не айтса да, қалай айтса да, апаларымыз бекерге айтпаған. Сондықтан да сіз мықты ана болып, мықты әйел болып, өз азаматыңызды өрге шығаруға, жоғары шығаруға қандай да бір талпыныс жасаңыз. Негізі алатын болсақ, тарихта өте көп осы жөнінде жазылған әңгімелер. Қазіргі заманда да алып қарасақ, өзінің азаматын төрге шығарып жатқан, жоғары деңгейге көтеріп жатқан әйел жұлдыздар өте көп. Соның бірі сіз болыңыз. Негізі ақылымен, әдемі сөздерімен, іс-әрекеттерімен ойланып әрісін істейтін әйел азаматы әрқашанда өзінің деңгейінде, жолдасының деңгейінде жоғары шығара алады. Сондықтан да сондай аналардың бірі болуыңызға тырысып бағыңыз, Көптеген кітаптар оқыңыз. Қазіргі кезде біздің психолог жолдастар көптеген қазақ тіліндегі сабақтар өтіп жатады. Сондай сабақтарды тыңдауға тырысыңыз. Негізі менің каналыма кірсеңіз дағы өмір сабақтары жөнінде айтылған әңгімелер өте көп. Сол сабақтардан өзіңізге керегін алып, тыңдап, өз өміріңізге қолдануыңызға болады. Әрине, саусақтың саласы бірдей болмағандықтан бір сабақтар ұнар, мүмкін бір сабақтар ұнамас, Сондықтан да өзіңіздің көңіліңізге жаққанын алып тыңдауыңызға болады. Немесе басқа өзіңіздің көңіліңізге жағатын психолог жолдастарды тыңдап, содан өз өміріңізге сабақ алуыңызға болады. Негізі адам баласы ақ пен қарамен жүреді дейді, Себебі өмірдің өзі, күннің өзі күнмен және түнмен араласып, бірін-бірі алмастырып тұрады. Сол сияқты өмір жолы да адамның түн мен күнге, ақ пен қараға алмасады. Сондықтан да қандай да бір қиындықтар болып жататын болса өміріңізде, біліңіз, ертеңгі күні күндей жарқырайтынын, ақ күннің келетінін, бақытты күндердің алда сізді тосып тұратынын, үмітіңізді үзбей алдағы берекелі күндерді тосуды, және де берекелі күндерді өзіңіз қолыңызбен жасауды өзіңізге талпыныс қылыңыз. Негізі барлығы екі қол іс әрекеті дейді, Не кесе де адам баласының қолынан келеді. Сау, саламатта болыңыз.